fuqarolar, ya'ni tadbirkorlarning tasvirlariyle bugün Agrobankimizde, yani Şimbay filialında tadbirkorlarla uçraşu günü belirleniyor. So tadbirkorlarla uçraşu günü başlanışıyla açıktan açık sohbetleşu nesi açıkta beralayız. Yani bize bugün günde Agrobankimizde bar mahsulatlar boyunca, yani siz tadbirkorluğunuz başlagan bolsanız, degan so tadbirkorlukta qanday rivojlandırуу, yani qanday kredit alып өзүнүн жөнелишин алып кетүү барысын боюнча түсінбеген сұрағыңыз болса, банкке болған еліңіз болса, сол бойынша кішігірім не өткереміз. Яғни сәулет баян, яғни ұшырасу. Сол бойынша банкке болған сұрағыңызды берсеңіз болады. Қысқаша түсіндіріп өтетін болсам, біздер Агробанкімізде кеше тазадан осы хаттеде, яғни осы айы тазадан неміз ашылды. Тәдбіркарлар үшін жеңілдік, яғни 4 түрлі пакет нелер ашылды. Яғни біріншісі Қуат плюс. Яғни Қуат плюс деген бұл бензин заправка, газ заправкалар болатын болса, солардың оборотынан, яғни кемінде 6 ай давамында жұмысын бастаған, 6 айдан көп болған тәдбіркарларда кредит неміз ашылды тазадан. Арты, яғни Қуат плюс. Ол не болады? 50 миллион сомнан 2 миллиард сомға шейін беріледі. Минимал суммасы 50 миллионнан 2 миллиард сомға шейін беріледі. Ол да қайтып беріледі. Оның 6 айдағы оборотымыз, бір жыл оборотынан келіп шыққан халда кредит ажыратылады. Бизнестерге талап етілмейді. Олар бизнестерге талап етілмейді, бірақ оборотынан келіп шыққан халда береді соны. Минимал суммасы 20 миллион, 50 миллион десе 2 миллиардқа шейін береміз. Максимал мұқтары. Ликвидті мал-мүлік не қыламыз, залогына, мал-мүліктен келіп шығып, яғни оборотқа да қаралады, яғни кейін негізге қаралады. Залогқа қарап беріледі. Пайызы 26%-дан 3 жыл мүддетке беріледі. Мүддеті 3 жылға, яғни 36 айға, 18 айда қайта револьвер деп айтады, қайта тіклену үшін 18 айда онда жауып, сол жауған суммасы қайтарып шығарып алсаңыз болады. Кейін сол алған 500 миллион алың, 200 миллион алың, сол сумманы кейінгі 6 айда тең бөліктерге бөлінген халда қайтарасыз. 600 миллион алған болсаңыз, 6 айда 100 миллион сомнан қайтарып барасыз. 6 айда кейінгі основной қаржыңызды. 36 ай болатын болса, 30 айда онда сіз пайызбен төлегеннен револьвер, яғни револьверіңізді қайта тіклену үшін жауған суммасы қайтарып шығарып алу имканияты бар. Сол кредитіміз бар. Кейіннен Мальхан деген бар. Мальхан бұл аптекаларға, дәріханаларға. Бұның несі бірдей, кейінгі 6 ай давамында оборотқа ие нелеге беріледі. Оның несі минимал суммасы 25 миллионнан 500 миллионға шейін беріледі. Пайызы 26%, ликвидті мал-мүлік не қылса, ұсынса, яғни грю. Сығырта полиспен аламан дейтұғын болса, 28%-дан беріледі. Оның мүддеті 36 ай, тәртібі револьвер 18 ай давамында, жауған қысымын қайта шығару шартымен, оның кейінгі 6 ай давамында қайтару шартымен тикарлы қарыздар бар. Онан кейін саудагер деген неміз ашылды. Яғни ол саудагер деген аз ауқат болсын, нағыз ауқат болсын, соларды сатушы тәдбіркарларға береді. Алдыңғысы мәселен аптекамен дәрі не болатын болса, заправкаға енді саудагер деген атынан белгілі отырыпты. Яғни ол аз ауқат, нағыз ауқат сатушы нелермен, яғни үлгітеді. Шәкена сауда болады оған, сол нелерге беріледі. Оның несі 20 миллионнан 1 миллиард сомға шейін болдары. Бұның мүддеті 36 айға шейін, яғни 3 жыл мүддетке. 18 айда қайтару шартымен, кейін қайта тіклену үшін револьвер болады. Оның несі да кейінгі 6 айда қайтару шартымен основной қарызын. Основной қарызы кейінгі 6 айда тең бөліктерге бөлінген халда қайтару шартымен беріледі. Бұл 26%-дан ликвидті мал-мүлік ұсынса, сығырта полиспен алатын болса, яғни 28%-дан. Сығырта полис деген өзінің несі болады, оборотынан келіп шығып, 100 миллионға шейін несі болады. Сығырта полиспен алса болады, оборотынан жетсе 100 миллионға шейін. Оны сығырта полиспен алса болады. Әмесін сығырта полиспен ала алмайды, оборотынан келіп шығып белгіленеді. Сығырта полистің 200 сомға шейін шығатын мұқтары. Сол кредитленіс бар. Экспресс авто кредитленіс бар. Экспресс авто деген бұл оборотынан келіп шыққан алда өзіңіздің фирмаңыздың, сол фирманың балансына автокредит алсаңыз болады. Бірлемші базардан, екілемші базардан. Бірлемші базардан алатын болсаңыз, алдын ала 25% төлейсіз. Екілемші базардан алатын болсаңыз, 30% төлейсіз. Алдын ала 3 жыл мүддетке келеді, 36 ай мүддетке. Проценті 28%. O firma oluşacak. O firma olacak. Оборотыңыздан келіп шығып, не қылып береміз, бұл машина залогта тұрады. Қандай сұрақ болмаса, тәдбіркарлықтың бастап отқан еліңіз болады.
312 saat жұмыссыздарға болсын, жұмыстыларға болсын, қосымша болатынса бересіздер. Және бір мәрте қосымша қылып айтып өтетін болсақ, бүгінгі күнде біздерде Агробанк Шымбай филиалына біріктірілген 6 махаллеміз бар. Осы 6 махалленің жұмыссыз fuqarаларына берілетін кредитлеріміз бар қазіргі күнде. Бұл дегеніміз 5 миллион сомнан 50 миллион сомға шейін кредитлерімізді бере аламыз біздер. 5 миллион сомға шейін берілетін кредит линиямыздың мақсатымыздың түрі, яғни бизнеске бірінші қадем кредит линиясы қазіргі күнде ашық, 1 жыл мүддетке 12 айға беріледі. Hayal kızlarımızga 23%'dan жылдық üstüme hak төлеу şartымен, ер балаларымызға болса 25%'dan беріледі бүгінгі күнде. Кейін 17 миллион сомлық кредит линиямыз бар, бизнеске көмек. Бұл дегені 4 жыл мүддетке беріледі, 48 айға 6 ай имтиязлы дәуірменен. Бұл да hayal kızlarımızға 23%'dan, ер балаларымызға болса 25%'dan ажыратылады. Кейін махалле лайқасы деген кредит линиямыз бар. Қазіргі күнде бір жүдәйін бір жақсы кредит мақсулат түріміз біздің банкымыздың. Бұл да hayal kızларға 23%-дан, жылдық пайызы, ер балаларымызға бұл да 25%-дан ажыратылады. Бұларға кредит таминаты түрінде айтып өтетін болсақ, үшінші шахс кепілігі, яғни кепіл болмаса, суғырта кепілігіменен ажыратып береміз кредитлерімізді. Бұларға талап етілетін құжеттеріміз, бизнеске бірінші қадем кредит линиясына талап етілетін құжеттеріміз салықтан тізімнен өткен, өзін-өзі қандай да бір жөнеліс бойынша бәнділеген болса, шаруашылық болады, болмаса парандашылық жөнелісінде өзін бәнділеген болса, сол жөнеліс бойынша салықтан тізімнен өткен хақындағы мағлұматнамасы, екенен махалледегі біздерге біріктірілген махаллеміздегі 6 махалленің бірінде istiqomat жасаушы fuqaro болсаңыз, сол махалледегі хакім жәрдемшіден жазба түрдегі тапсиянамасы болады. Сол тапсиянамаменен екенен өзінің шақсынсыз тасдиқлаушы паспорт, яғни құжеттерді әкелесіз. Екенен үшінші шақс кепілігіңіз болса, кепілігіңізді болмаса, суғырта кепілігіменен сізге кредит ажыратып береміз. Кредитлеріміз ажыратылғанда пластик картаға салып беріледі. Және де қосымша айтып өтетін болсақ, іспілермелікті кеңінен рауажландыраман дейтін болсаңыз, 312 санлы қара тикарында ажыратылып отырған кредитлеріміз бар. Қазіргі күнде 100 миллион сомға шейін суғырта кепілігіменен, екенен 300 миллион сомға шейін залогымен. Яғни залог болғанда бір натуралық зданиялар болады, басқа да автокөліктер болады, соларды бізге көруге алып, сізге 300 миллион сомға шейін максимальный сумма шығарып бере аламыз. 312 санлы кредит линиясынан айтып өтетін болсам, тәртібін 7 жыл мүддетке беріледі. Біздерде 3 жыл льготасымен, яғни имтиязлы дәуірмен 36 айға жылдық 21%-дан кредитлерімізді ажыратып береміз. Шартлері есап беті Агробанк Шымбай филиалында болу керек, 1 жыл давамында айланыс болған болу керек. Шотымызда, яғни 1 жыл давамында. Қандай да бір сіз істеп шығару жөнелісінде бір іспелмеліңізді рауажландыраман дейтін болсаңыз, құрылыс материалдарын істеп шығараман дейтін болсаңыз, басқа да бір нелерді, өнімдерді істеп шығараман дейтін болсаңыз, бұл бойынша біздер сізге 100 миллионнан 300 миллион сомға шейін кредит ажыратып бере аламыз. Bir sorun var edi. Өзін бәтлеу бойынша. Кішкене парандашылық бойынша ма өз бәтлеу бойынша қандай кредит нелеріңіз бар, түрлері бар? Қандай жеңілдіктер сол жақында айтып өтсеңіз? Әлбетте, сіздің өзіңіз бәтлеу бойынша алacak кредитлеріңіз болса, жаңа айтып өткенімдей, тағы бір мәрте айтып өтемін, бизнеске бірінші қадам, яғни 5 миллион сомға шейін бере аламыз. Сіз ер бала болғаныңыз сізге себебі 25%-дан, жылдық 25%-дан 1 жыл мүддетке, яғни 12 айға бере аламыз сізге. Кредит таминат түрде сізге суғыртаменен ажыратып береміз. Екенен және бір 17 миллионлық бизнеске көмек кредит линиямыз бар. 6 ай имтиязлы дәуірмен 4 жыл мүддетке 48 айға беріледі, 17 миллион сомға шейін. Үшінші шахс кепілігімен, я болмаса суғырта кепілігімен алсаңыз болады. Және де кредитіміз бар, махалле лайқасы. Жылдық 25%-дан 5 жыл мүддетке 2 жыл имтиязлы дәуірменен
sizge 5 yıl müddetке 6 ayga beriledi. 50 milyon so'mga chegin bere alamiz. Bugan kerakli hujjatlarni aytib o'tadigan bo'lsam, жаңағы aytganimday, mahalle bankerinden, mahalledagi agentimizden жазып o'tirdik tavsiyanomasini alasiz. Mahalle loyihasi kredit liniyasini alатын bo'lsangiz, agarda siz жазып o'tirdik tavsiyanomasini alasiz, sizga tavsiyanomani yozib beradi. Ikkinchi soliqdan o'zingiz bandligini haqidagi ma'lumotnomangizni olasiz. O'zingiz shaxsni tasdiqlovchi pasportingizni, hujjatingizni, shaxsni tasdiqlovchi pasportingizni, ikkinchi uchinchi shaxs kepilligingiz bo'lsa, kepilligingizning pasportini, onun shaxsni tasdiqlovchi pasportini olib kelasiz. Dokumentlaringizni siz hujjatlaringizni bank ofisimizga akelasiz, shu filialimizdan, shu yerga akelasiz. Ikkinchi sizga hujjatlaringizni scoring natijasini ko'rib, qancha miqdorda kredit chiqaratini sizga aniqlab beramiz. Boshqada kimga qo'shimcha so'rovlar bor, qiziqtirgan, ispermelikda boshlab o'tirgan bo'lsangiz, жаңадан 312 qaror tekanidan bo'lmasa, endi boshlab biznesga birinchi qadam kredit liniyasidan olmoqchi bo'lsangiz, biznesga ko'mak kredit liniyasidan, mahalle loyihasidan olmoqchi bo'lsangiz, agarda so'rovlarınız bo'lsa, bemalol qismasdan, tartibmasdan beravering.